аштықпен емделуге қалай қарайсыз? Ораза біткен соң бір ай тек сумен жүргім келеді дейді. Олай болмайды. Бір ай тек қана сумен жүру, ол ағза үшін өте үлкен ауыр стресс болады, иә? Самый разумный нәрсе, самый разумный. Кешкі сағат 6-дан кейін тамақ ішпеңіз. Болды, 6-дан кейін сізге кухняға жол жоқ, кухняны жауып тастайсыз. И сол сағат 6-да ішпегеннен, ертеңгі сағат 10-да ішсеңіз, мысалы 6-дан 6-ға дейін 12 сағат, плюс еще 4 сағат, сонда 16 сағат сіз тамақ ішпейсіз. И плюс жаңағы тәтті, мучнойларды алып тастаңыз. Көбінесе жасыл шөп, жасыл жаңағы брокколи, цветная капуста, я жеңіл тамақтарды жеп, сорпа ішіңіз, ет жеңіз, жұмыртқа жеңіз, қияр жеңіз, капуста квашеный, содан кейін көбірек су ішіңіз, дұрыс су ішіңіз. Осындай уақытында ұйықтап, ерте жатып, ерте тұру арқылы, плюс 10 мың қадам ең кем дегенде жүру. 5 сәуір сағат 20:00-де жазға дейін 3-10 килограмм салмақтан арылудың нақты жолдары атты тегін сабағыма қатысу үшін комментарийге 7 санын жазыңыз.